Армысыз ағайыным. Тумақ барда өлмек бар дейді қазақ. Қайтыс болған адамның жаназасына жиі барамыз ғой бәріміз. Барған сайын бір сұрақ қатты мазалайды мені. Өлімге жиналған адамдардың көзіне қараған сайын, сол жердегі молдалардың сөзіне қараған сайын ойланам. Бүгін сіздермен рұқсат болса, осы жөнінде сөйлескім келеді менің құрметті көрерменім. Анығырақ айтқанда, әруақ туралы сөйлескім келеді. Жасыратыны жоқ, біз әруаққа деген сенімнен айырылып қалдық. Сенім деген сөзден қатты қорықпаңыздар бірден, қазір ол туралы айтып берем. Неге әруақ туралы сөз қозғала қалса, бетінен оты шығып бір құдайдың алдында қымтырылатын қорқақ ұрпақ пайда болды біздің елде? Мен білмеймін. Неге зираттың қасынан өтіп бара жатқанда аталарға бір ілтипат білдіріп бет сипай салуға арланатын, әруақтарыңмен жебей жатыңдар деуге тілі жібермейтін бос кеуделер пайда болды біздің елде? Мен білмеймін. Біз бар ғой тіпті қиянымыздан әруақпен бастаған ел едік. Ал қазір осы бір сөзден өлердей қорқатын жағдайға неге жеттік? Қалай ойлайсыздар? Я, мен білем, оған сіздің жауабыңыз да дайын. Аруақ деген өлген адамның рухы, ол ешқашан ешкімге демеу болмайды, оның өзі бір дұғаға мұқтаж тылсым емес пе дейсіздер. Ал мен бұл сұрақтың жауабын жаназаға барған сайын көрем. Барған сайын көрем және барған сайын ойланам. Біз өзі негізі бар ғой өте туысшыл елміз. Атам заманнан солай жер жаралғаннан туыстық отбасылық қарым-қатынастардың шеңберінде өмір сүріп келе жатқан жұртпыз біз. Яғни біздің бүкіл тарихымыз, жеңілістеріміз де сол туыстыққа негізделген. Айналып келгенде бүкіл қазақ бір-біріне туыс және сонымен мақтанамыз, соны бір биік дәрежедегі биіктікке шығарып алғанбыз өзімізше. Ең қызығын айтайын бағайын, біз тіпті өлгендердің алдында мақтанамыз, солармен сырласамыз және қиын қыстау күндерде солардың көмекке келерін де білеміз. Ешбір ел иемдене алмайтын болмыс біздің ұлттық артықшылығымыз да осы деп түсінемін өз басым. Геродоттан қалған аңызды білесіздер ғой бәріңіз. Сақтарды қайтсек бетпе-бет соғысқа шығарамыз деп сұрағанда Геродот айтады, олардың ата-бабаларының жатқан жаңағы зиратты қорласаңдар алдарыңнан өздері шығады деп. Біз ашуланғанда ол жерде атаңның басы бар ма деген сөзді жиі айтамыз. Атаңның басы дейміз біреудің аузын жапқымыз келгенде. Бұл сөздер бізде автоматты түрде айтылады. Қазақтың бұл болмысын біз аруақ культі дейміз. Яғни қайтыс болған туысқандардың, көсемдердің, елдің игі жақсыларының аруағы желеп жебеп, артқы ұрпақтарын қолтығынан демейді деген ежелден қалыптасқан наным сеніміміз бар біздің. Сол себептен де аруақ атсын деген қарғыс өте қатерлі саналады әлі күнге дейін. Сол себепті сенделіп жүрген салафиттің өзі аруақ атсын деген сөзді естісе, біртүрлі болып қалатын рас. Бұрынғы қазақтар өзара желді бөліске салғанда қазіргідей геолог шақырып алты сотығын есептетіп әуре болмаған. Бұрынғылар бәрін бір ауыз сөзбен тоқтатқан, ей, мына жерде менің атамның сүйегі жатыр деген бітті. Соған бәрі тоқтаған. Демек, алаш жұрты үшін адам мен жерді байланыстыратын күш не? Ол аруақ. Сол себептен біз мына ұлан-байтақ жерді қорғап қалғанбыз. Жат жерліктер келіп бабасының сүйегін таптап кетпеу үшін, мазарын бұзбау үшін осы даланың әр бұрышын қорғап берген біздің бабаларымыз. Жайылым жер үшін келісуге болады, оны басқа жерге айырбастауға да болады, бірақ бәленбай ғасыр бабаңның басы жатқан топырақты ештеңеге айырбастай алмайсың. Міне біздің елдің ең ұлы кодексі осы. Біздің ел аруақты құрметтейтіні сонша біз оларға мазарлар саламыз. Арабтар ұқсап басына бір тас қойып сосын ұмытып кетпейміз біз. Ежелгі ғұндар мен сақтар тайпа көсемдерін жерлегенде оларды арғы өмірге шығарып салу үшін үлкен-үлкен рәсімдер жасаған. Өлгеннің басына балбал соғып, мәрмәр тасқа марқұмның ерлігін, шежіресін жазатын болған. Және кейін бұл жерлер ел жұрт келіп сыйынатын киелі нүктеге айналған. Өлгенге деген құрметті дәл осылай қазақтан асырып орындаған бірде бір ел жоқ екенін біліңіздер. Күлтегін, білге қаған, тоны көк ескерткіштері түптеп келген кезде осы аруақтармен арадағы көпір емес пе? Сіздер қалай ойлайсыздар? Енді ең маңызды сұрақ сіздерге. Неге ислам дініміз біздің 10 ғасыр бойы ортаға киліксе де, мына даланың мыңғырған жұртын шариғатқа бағындыра алмай ақ қойды? Заман ауысты ғой, небір зұлматтар болды. Тағдырдан жеген соққыдан, тарихтан жеген соққыдан қазақтың психологиясы баяғыда сынып кету керек еді ғой. Баяғыда бәрі тек бір құдайдың айналасында ғана ойланатын құл болуы керек еді ғой. Неге мына Орта Азияның ойран топырында тек қазақтар ғана өзінің өткенін ұмытпайтын ел болып қалды? Айтыңыздаршы. Себебі, менің құрметті көрерменім, біз сендердің дәстүрлеріңді құрметтейміз деп келген бірде бір дін жоқ. Бәрі қатып қалған өз заңдарымен келді. Ал міне сондай кезде қазақты фанатиктік фундаменталды исламнан да, конфуцийлық мысық ниет философиядан да, католиктік, протестанттық, христиандық фанатизмнен де қорғап қалған бір ұлы күш бар, ол осы аруақ культі ағайын. Себебі қазақтың аруаққа деген құрметі біздің салт дәстүріміздің бәрімен астасып жатыр. Енді ең негізгі мәселеге көшейікші. Аруақ пен ислам қай жерде қабысады, қай жерде қайшы келеді бір-біріне? Міне осыны түсіну үшін исламды классикалық ислам және халықтық ислам деп бөліп қарастырып көрейікші. Классикалық ислам дегеніміз не? Ол Аллаға ұнау болды.
аллаға сен, құран оқы, намаз оқы, ораза ұста, зекет бер. Молдалар дегенің олар ғалымдар дейді, мешітке бармасаң болмайды, Меккеге бармасаң болмайды, ең бастысы дұға және дұға дейді. Жұмақ пен тозақ туралы моральдық бір қағидалардан шықпа дейді. Бұны классикалық исламның қатып қалған қағидасы деп айтамын өз басым. Себебі классикалық ислам Алладан басқа құдайды мойындамайтын монотеистік дін, иә. Ал халықтық ислам не дейді? Халықтық ислам айтады, исламға сене бер, бірақ көне халықтық сенімдеріңді ұмытпа қарағым дейді. Ата баба рухын ұмытуға сенің хақың жоқ дейді. Киелі жерге бару, әулиенің басына тілек айту қылмыс емес, ол бабаңнан қалған мұра дейді. Кейбіреулер шошып кететін шүпірек байлау, жеті шелпек пісіру сенің бақсылық өнеріңнен бастап бүгінгі жыр күйлеріңе дейін ұлтыңның тамырында жатыр дейді халықтық ислам. Қандай дінді қабылдасаң да өзің біл, ең басты салт дәстүріңді ұмытпашы айналайын дейді. Әруақ ол сенің рухани қорғаушы күшің. Айнаға қарасаңшы, сен алдымен қазақ емессің бе балапаным ау дейді халықтық ислам. Бұл нені білдіреді? Яғни ұлттық факторларды мойындамайтын сенімдерге біздің қазақ о бастан қарсы. Міне осы жерден бастап біз бөліне бастаймыз. Біз айтамыз, жынды ма? Біз алдымен қазақ деген ұлтпыз ғой. Содан кейін барып қана мұсылманбыз дейміз. Қысқа шалбар киген бір қазақ айтады, ей субханалла, алдымен дін, содан кейін ұлт дейді. Бітті, осы жерде біз уже бір халық емеспіз. Себебі оның ұлт мүддесіне келгендегі идеологиясы бөлек екенін түсінеміз. Себебі оның тамыры ұлтынан ажырап қалған. Ал ұлтынан ажырап қалған адам ешқашан ата бабаның культіне сенбейді. Ата бабасын қастерлей алмаған адам қазақ емес, бітті. Енді бір қызықты айтайын, тарихта исламның қазақтың даласына өлсе де сіңіп кете алмайтынын ерте түсінген бір адам болды. Ол Қожа Ахмет Яссауи еді. Так, мына көшпенді қазақ исламыңды менсінейін деп тұрған жоқ деп ойлады. Исламшыларың да бір ұялып осы даладан кетіп қалайыншы деп тұрған жоқ. Демек, қазақ халқы мен исламның діні бірлесіп бір шаңырақта өмір сүрейін деп тұрған сияқты. Ендеше ұлт пен діннің басын бірдеңе қылып біріктіру керек қой деп ойлады да исламның сопылық бағытын ойлап тапты Яссауи. Бір сөзбен айтқанда, Яссауи исламды тәңіршілдікпен де, түркілік діни сенімдермен де исламды синтездеп екі жаққа да ұнайтындай қылып тастады, иә. Содан кейін ғана біздің дала қашанда сопылыққа жақын болды. Себебі қазақ фанатизмді бұған дейін қабылдаған жоқ, бұдан кейін де қабылдамайды. Еркіндіктің лебін өсіп тұрған желден де, тебіренген көлден де қабылдай беретін қазаққа $7000 жұмақ сатқысы келетіндердің әңгімесі өтпейтінін қазір халық біліп отыр. Осыны қатаң көзқарастағы ұстаз сымақтардың түсінетін уақыты болды ғой деп есептеймін өз басым. Қазақ өзі неге аруақ деп ұрандады? Яғни аруақ ол үлкен мобилизация. Аруақ деген бір сөзден кейін қымызын ішіп отырған қырғын қазақ әп-сәтте атқа міне салатын болған. Қабір басында адамдар тәубеге келген, кешірім сұраған, ант берген. Сол жаугершілік замандарда зираттың басында түнеп жатқан жауынгерді көрген қарсыластары да оны өлтірмеген. Даланың салты солай еді өйткені. Жауға бетпе-бет шауып бара жатқан жауынгер неге үйтіп ұрандады? Неге алға деп айғайламады? Неге Аллаху акбар деп айғайламады? Себебі ол біздік емес. Өмірінде алғаш рет жекпе-жекке шығайын деп жүрек сынып тұрған жас батырға үлкен қолбасшылардың біреуі келіп айтады: жеңіліп қалып жүрме, аспанда атаң қарап тұр дейді. Бітті. Сол кезде жаңағы жүрек сынып тұрған жас батыр екі иығына күллі ата бабасы қару ұстап қорғап тұрғандай күй кешеді. Бұл психологиялық жағынан да, әлеуметтік жағынан да өте күшті механизм. Бұның бәрі менің құрметті көрерменім, Аллаға серік қосу емес. Ата бабадан қалған терең түсінік. Анау ширк, мынау ширк деген әпсаналар аруақтың алдында жүрмейді. Біздің қазақтың тарихында әр жердің иесі, бабалардың киесі бар өйткені. Егер құрметтесең жолың болады, құрметтемесең әруақ ұрады. Қазақтың әлі күнге дейін адамды өзінің рулық зиратына, туыстары мен ата бабаларының жанына жерлейтіні сондықтан. Енді әңгімеміздің басына қайтып оралайықшы. Мен шынымен жаназаға барған сайын ойланам. Қазір қайтыс болған адамды жоқтаудың өзін өзгертіп алғанбыз біз. Жоқтау деген не өзі? Қайтыс болған адамға қайғыру ма? Қайғыру өз алдына, жоқтау ол бір жағынан мадақтау деп түсінемін өз басым. Жылап отырған туысы сұңқарым деп сұңқылдайды, тірегім деп тебіренеді. Ал қазіргі похорондар қалай өтіп жатыр? Бұл үлкен сұрақ. Онсыз да жақынынан айырылып аза кешіп жатқан жұртқа молда неге тозақ пен о дүние туралы көп айтады. Жаназада өстіп айт деп Құдай оларға айтқан жоқ. Жарайды, ол үшін өлген адам әшейін бір Құдайдың алдына қайтқан мәйіт шығар, бірақ сол әулеттің адамдар үшін, балалар үшін, туыстар үшін ол жүрегінің жартысы ғой. Ендеше неге өлген адамның жақсылығын теріп алып оны балаларына үлгі қылып айтпайды? Білмесе дайындалып келсін, жұмысы ғой оның деп айтқан келеді. Өйткені ағайын, біз аруаққа деген құрметті ұмытып барамыз. Біздің қазіргі жаназаның бар міндеті жиналған жұртқа түбінде бәрің өлесіңдер, одан да намаз оқып қалыңдар деген ұғымнан басқаға сыймайтын сияқты. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні ағайын, исламға дейінгі салт дәстүрлермен санасатын ислам ғана біздің ислам. Себебі қазақтың аруағы ол жай ғана өлген адамның рухы емес, ол тарихты, жерді, киелі түсініктердің бәрін біріктіріп тұрған үлкен бір дүние танымдық жүйе.
ол терең философия. Яғни ұят, обал, сауап, кие, серт сияқты бүгінгілер ұмыта бастаған ұғымдарды біріктіріп тұрған түсінік.